Біз ФЗ-17 бір тобы 5 сәуір мен 15 мамыр аралығында дипломалды педагогикалық іс тәжірибемізден өттік. Бұл іс тәжірибеде елдегі төтенше жағдайға байланысты онлайн форматта және санитариялық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып дәстүрлі форматта өткіздік. Білімді ұстаздарымыздың арқасында біз өзімізге мол тәжірибе жинақтадық. Мұғалімдік мамандықтың қыр-сырына одан әрі тереңірек қаныға түсіп, төзімділік, жауапкершілік, ізденімпаздық қасиеттеріміз шыңдала түсті. Оқушылардың физика пәніне қызығушылықтарын арттыруға, тапқырлыққа жетелеуге, белсенділіктерін тәрбиелеуге тырыстық. Сондай-ақ өзіміздің де оқушыларға білім беруге деген сүйіспеншілігіміз артты. Өз мамандығын жете меңгерген, өз ісінің шебері, іс-әрекетінде қарапайымдылық пен парасаттылық басым, мектеп есігін шабытпен ашып, қадірлеп жабатын ұстаз болуды болашағыма мақсат еттім. Мен осы дипломалды тәжірибеден өту кезінде мұғалімдік мамандықтың қандай қиын мамандық бола тұра құрметті мамандық екенін білдім. Осы тәжірибе барысында болашақ жоғарғы колледжіндегі физика пәні мұғалімдері Сырбаева Назгүл Борашевна мен Табаракова Сель Табараковнадан алған білімдерімді одан әрі ұштастырып, оқушыларға терең де сапалы білім бердім деп ойлаймын. Осындай мол тәжірибе жинақтауымызға мүмкіндік берген сүйікті колледжімізге, мұғалімдік мамандықтың қыр-сырын үйреткен, жарқын болашағымызға жетелеген колледжіміздің ұлағатты ұстаздарына шын жүректен алғысымызды білдіреміз.